Не болды, өзің секіресің бе, әлде көмектесейік бе? Менің күйеуім сендерді ешқашан кешірмейді. Бұл қорғансыз әйелдің соңғы айқайы еді. Паган таққан құбыжықтар жүкті келіншекті ескі көпірдің жиегіне тақап, тұңғиыққа итеріп жіберді. Олар өз қылмыстарын жасыру үшін Алексейдің өзінде көлігімен бірге тірідей өртеп жібердік деп ойлады. Бірақ олар қателесті. Өртенген темірдің ішінен аман қалған Алексей емес, кек алу үшін тамұқтан оралған нағыз ажалдың өзі еді. Ол олардан қалай кек алды? Сатқын полицейлерді мұздай бетон құбырға тірідей қалап тастағанда, олардың соңғы сөзі не болды? Бұл махаббат, сатқындық және ең қатыгез жаза туралы хикая. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бей-жай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Бұл қала ешқашан бақытты адамдарды жаратпайтын. Ол үнемі дымқыл, сұрғылт тұманға оранып, шеті мүжілген ескі панельді үйлердің арасымен суық желін айдап, адамдардың бойындағы соңғы үміт сәулесін сорып жататын алып бір құбыжық іспеттейді. Аспан түсі қалайдай ауыр, ал көшедегі адамдардың жүзі сол аспаннан да бетер түнерген. Бірақ осы бір суық қаланың қақ ортасында, ескі Хрущевканың 5-ші қабатындағы кішкентай пәтерде тағдырды алдап кеткендей көрінетін бір жанұя бар еді. Алексей кісі өлтіру бөлімінің аға жедел уәкілі. 30-дың ортасына енділіксе де, көзіндегі ауыр мұң мен шаршау оны әлдеқайда ересек көрсетілетін. Оның жұмысы күн сайын қоғамның ең лас, ең жиіркенішті жақтарымен бетпе-бет келу. Қан, өлім, өтірік пен сатқындық Алексей үшін күнделікті үйреншікті көрініске айналған. Әріптестері оны сыртынан ақ қарға дейтін. Себебі, параға құныққан, адамдық бейнесін жоғалтқан ортада Алексей өз ар-ұжданын сақтап қалған санаулы жандардың бірі еді. Оның жүрегінің тас болып қатып қалмауының бір ғана себебі бар болатын. Ол себеп Кати. Катя бастауыш сыныптың мұғалімі еді. Оның дауысы қоңыраудай сыңғырлап, жүзінен үнемі жылулық есіп тұратын. Алексей үйіне сол бір қан мен өлім иісі аңқыған жұмысынан оралғанда, есікті аша салып Катяның ескі тәпішкелерін көргенде ақ бойындағы барлық ауырлық сап тыйылатын. Катяның қолдарынан үнемі бордың, ескі дәптерлер мен жаңа піскен бөлкенің иісі шығатын. Ол Алексейдің жұмысы туралы ешқашан сұрамайтын. Тек үнсіз келіп, оның ауыр күртешесін алып, ыстық шай құйып беретінде, қасына отырып оның көздеріне мейіріммен қарайтын. Сол бір сәтте Алексей өзінің нағыз тірі екенін, оны бұл әлемде біреудің шын жақсы көретінін сезінетін. Олар кедей тұратын. Опердің мардымсыз айлығы мен мұғалімнің тиын тебені зорға жететін. Бірақ оларға қымбат мейрамханалар да, сәнді көліктерде керек емес еді. Олардың бақыты бір-бірінің демінде, түнде айтылған сыбыр мен болашаққа деген тәтті қиялында болатын. Сол күні Алексей үйіне әдеттегіден ерте келді. Далада қара күздің суық жаңбыры сіркіреп тұрған. Пәтер іші жып-жылы. Катя ас үйде кешкі ас дайындап жатыр екен. Алексей оны артынан келіп құшақтағанда, Катяның сәл дірілдеп тұрғанын байқады. Катя, не болды? Мазаң жоқ па? Деп сұрады Алексей дауысы бұзылып. Катя үнсіз бұрылып, оның көзіне тура қарады. Оның көздерінде жас мөлдіреп тұр еді, бірақ бұл қайғының емес, шексіз қуаныштың жасы еді. Ол Алексейдің қолын алып, ақырын ғана өзінің ішіне қойды. Леша, біз енді екеу емеспіз деп сыбырлады ол. Алексейдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Сосын ол кеудесін жарып шығардай қатты соға бастады. Ол, қатал тергеуші, талай қылмыскердің мысын басқан адам, дәл сол сәтте кішкентай баладай еңкілдеп жылап жіберді. Ол Катяны аспанға көтеріп алып, айналдыра бастады. Бұл олардың өміріндегі ең бақытты сәт еді. Олар сол сәтте бұл қуаныштың артында үлкен апат тұрғанын, сұр қала олардың бұл бақытын ешқашан кешірмейтінін білген жоқ еді. Алексей терезеге қарады. Далада қараңғылық қоюланып, қаланың суық шамдары бірінен соң бірі жана бастады. Ол өзінің ішіндегі жарықтың кез келген қараңғылықты жеңетініне сенімді еді. Бірақ дәл сол сәтте көрші кабинеттегі әріптестері Игорь мен Паша оның өмірін күл-талқан ететін жоспарды құрып жатқан болатын. Қуаныш пен бақыттың буына мас болған Алексей сол түні ұзақ ұйықтай алмады. Ол Катяның маңдайынан ақырын иіскеп, оның тыныш ұйқысын күзетіп жатты.
Пәтер іші тып-тыныш, тек қабырғадағы ескі сағаттың шық-шық еткен дыбысы ғана естіледі. Алексей болашақ ұлының бөлмесін қалай жабдықтайтынын, оған алғашқы ойыншықтарын қалай сатып алатынын қиялдап, жүрегі елжіреді. Ол өзін әлемдегі ең бақытты, ең қуатты адамдай сезінді. Бірақ бұл тыныштық, дауыл алдындағы алдамшы тыныштық еді. Таңертеңгілік жұмысқа келгенде, полиция бөлімінің ғимараты әдеттегідей суық әрі қатал көрінді. Коридордағы темекі иісі мен ескі қағаздардың шаңы Алексейдің танауын жарды. Ол өзінің тар кабинетіне кіріп, алдындағы үйіліп жатқан қылмыстық істерге үңілді. Оның үстеліндегі басты іс, жергілікті ірі кәсіпкерді тонап, соққыға жыққан қылмыстық топтың ісі болатын. Бұл істің артында үлкен ақша мен ықпалды адамдар тұрғанын Алексей жақсы білді. Кенет кабинеттің есігі ешқандай ескертусіз, дөрекі түрде теуіп ашылды. Табалдырықта Игорь мен Паша тұрды. Олар Алексейдің көрші кабинеттегі әріптестері болғанымен, екеуінің де бейнесі заң қызметкерінен гөрі көшедегі бұзақыларға көбірек ұқсайтын. Игорьдің үстіндегі қымбат костюмі мен Пашаның саусағында айналдырып отырған жаңа иномарканың кілті олардың таза айлыққа өмір сүрмейтінін айтпай-ақ білдіріп тұр еді. Игорь нық басып келіп, Алексейдің үстелінің шетіне қонжия кетті. Ол Катяның таңертең Алексейге салып берген түскі асын, кішкентай контейнерді қолына алып, жиіркене қарады. Леша, сен әлі де осы ботқаны жеп жүрсің бе? Деді Игорь кекесінмен. Әйелің жақында босанады, ал сен 3-ші жыл қатарынан осы ескі бәтеңкеңмен балшық кешіп жүрсің. Саған өзі не жетпейді? Алексей қағаздарынан басын көтерместен, салқын дауыспен жауап берді. Маған бәрі жетеді, Игорь. Өз жұмыстарыңмен айналсыңдар. Паша бөлме ортасында тұрып, сағызын шайнап, ары-бері жүре бастады. Оның көздерінде жымысқы от жылт етеді. Тыңда, Алексей, деді ол дауысын кенет бәсеңдетіп. Кешегі ұсталған кәсіпкердің ісін жабу керек. Ол адам бізді алтынға көмуге дайын. Саған тиетін үлес сенің 10 жылдық айлығыңнан да көп. Ойланып көр, балаң туылғанда оған ештеңеден таршылық көрсетпейсің. Жақсы пәтер, жаңа көлік. Тек бір қағазға қол қойсаң болды. Алексей ақырын басын көтерді. Оның жанарынан мұздай суық менсінбеушілік көрінді. Ол Игорьдің қолынан тамақ салынған контейнерді тартып алып, үстелдің шетіне қойды. Мен түнде ұйқым тыныш, басымды жастыққа қорықпай қоямын, деді Алексей, әр сөзін шегелегендей. Өйткені мен үйіме арам ақша апармаймын. Ұлымның алдында қолымды тығып, көзімді төмен салмайтындай болып өмір сүргім келеді. Ал сендер баяғыда мент болудан қалғансыңдар. Сендер погон таққан саудагерсіңдер. Есікті жабыңдар, менің жұмысым көп. Игорьдің жүзіндегі жалған күлкі пышақпен кескендей жоқ болды. Оның көздері қысылып, қарашықтарында ыза мен кек пайда болды. Ол Алексейге қарай еңкейіп, сыбырлап қана сөйледі. Тым ақылды болма, Леша. Бұл өмірде ақ қарғалар ұзақ ұшпайды. Біз саған жақсылықпен келдік, бірақ сен біздің жолымызды кеспексің. Есіңде болсын, сенің де, Катяңның да өмірі бірақ сәтте күлге айналуы мүмкін. Алексей орнынан атып тұрды. Оның бойындағы ашу-ыза сыртқа шығуға шақ қалды. Ол Игорьдің жағасынан ала жаздап, өзін зорға тоқтатып. Катяның атын атаушы болма. Жоғалыңдар бұл жерден. Деп ақырды. Игорь мен Паша бір-біріне қарап, үнсіз жымиды. Бұл жымиыс ажалдың хабаршысындай суық еді. Олар кабинеттен шығып бара жатып, Игорь соңғы сөзін тастап кетті. Өзің біл, опер. Бірақ ертең кеш болуы мүмкін. Саған ескерттік. Олар шығып кеткен соң, Алексей орындығына құлай кетті. Оның қолдары дірілдеп бара жатты. Ол бұл адамдардың ешнәрседен тайынбайтынын, олардың артында үлкен қылмыстық жүйе тұрғанын білетін. Жүрегінде бір жамандықтың боларын сезгендей беймәлім қорқыныш оянды. Ол дереу телефонын алып, Катяға хабарласпақ болды, бірақ дәл сол сәтте кезекші келіп, жаңа бір қылмыс болғанын хабарлап, оны жедел жиынға шақырды. Алексей жұмысқа басымен кіріп кеткенімен, санасының бір түкпірінде Игорьдің ертең кеш болуы мүмкін деген сөзі жаңғырып тұрды. Ол бұл қаланың қаншалықты қатыгез екенін біле тұра, оның соққысы дәл қай жақтан келетінін болжай алмады.
Ал дәл осы уақытта бөлімнің артқы ауласында Игорь мен Паша темекі шегіп тұрып, Алексейдің өмірін қалай талқандайтындарын талқылап жатқан еді. Олардың жоспары пісіп жетіліп қалған болатын. Қараңғылық Алексейдің бақытты әлемін жұтып қою үшін өз азуын ақситып дайындалып тұрды. Сол күнгі аспан ерекше түнерді. Қала үстіне төнген қара бұлттар жерге тым жақын түсіп, адамдардың тынысын тарылтып тастағандай. Алексей күні бойы тыным таппады. Кезекші бөлімнен түскен жаңа шақырту оны қаланың шетіндегі өндіріс аймағына алып кеткен еді. Түске таман жаңбыр басылып, орнына сүйектен өтетін ызғарлы жел тұрды. Алексейдің ішкі түйсігі мазасыздықтан айқайлап тұрғандай болды. Ол бірнеше рет Катяға қоңырау шалмақ болды, бірақ тергеу амалдары, куәгерлерден жауап алу және басшылықтың шұғыл талаптары оны істен қолын босатпады. Ал дәл осы уақытта Катя мектептегі соңғы сабағын аяқтап жатты. Ол өзінің кішкентай шәкірттерінің дәптерлерін жинап, олардың әрқайсысына жылы жымиып, үйлеріне шығарып салды. Катяның жүрегінде ерекше бір мақтаныш сезімі бар еді, ол өзінің құрсағындағы жаңа өмірдің алғашқы қимылдарын сезгендей болатын. Ол мектептен шығып, дүкенге соғып, Алексей жақсы көретін бәліш пісіруге қажетті заттарды сатып алды. Үйіне бара жатқан жолда оның жанына қара түсті, терезелері қап-қара иномарка баяу келіп тоқтады. Катя тоқтап қалды. Көліктің терезесі ақырын түсіп, ішінен таныс жүз көрінді. Бұл Паша еді. Оның жүзіндегі сол баяғы жасанды, суық күлкі Катяның бойын мұздатып жіберді. «Катерина, қайырлы күн», деді ол даусын барынша жұмсартып. «Алексейдің әйелісіз ғой?» «Иә. Біз онымен бірге істейміз. Мені таныған боларсыз». Катя Алексейден бұл адамдар туралы естіген еді. Алексей оған жұмыстағы әріптестерімен араласпауды, тіпті олардан аулақ жүруді қатаң ескерткен болатын. Ол қорқынышын білдірмеуге тырысып: «Иә, танимын. Бірақ маған не керек?» Алексей қазір жұмыста болуы тиіс, деді ол сөмкесін қаттырақ қысып. Паша көліктен шығып, Катяға жақындады. Оның әрбір қимылы аңдып тұрған жыртқышты еске түсіретін. Солай десе де болады. Бірақ бір мәселе туындап тұр. Алексейге шұғыл көмек керек. Ол қазір қала сыртындағы ескі көпірдің маңында бір іспен жүреді, көлігі бұзылып қалыпты. Бізге хабарласты, бірақ біздің басқа жаққа кетуіміз керек болып тұр. Ол сізді сол жаққа жеткізіп салуымызды өтінді. Оның үстіне, ол сізге бір маңызды құжаттарды беріп жібергісі келеді. Катяның ішінде бір күдік оянды. Алексей ешқашан оны мұндай қауіпті істерге араластырмайтын. «Жоқ, мен бармаймын. Ол маған өзі хабарласады», деді Катя артына бұрылып жүре бермек болып. Бірақ Паша оның жолын бөгеп үлгерді. Оның көзіндегі жалған мейірім бір сәтте жоқ болып, орнына суық, өшпенділік келді. «Тыңда, Катя. Біз сенімен ойнап тұрған жоқпыз. Көлікке отыр, әйтпесе жағдай қиындап кетеді. Алексейдің амандығын ойласаң, айтқанымызды істе. Оның қазір кіммен арпалысып жатқанын білмейсің ғой. Егер сен бізбен бармасаң, оған көмек келмей». Катяның басы айналып кеткендей болды. Ол Алексей үшін қорықты. Егер шынымен көмек керек болса ше? Егер ол маған жете алмай жатса ше? Деген ойлар санасын торлап алды. Пашаның сенімді сөйлегенімен Алексейдің есімін атағаны оны есеңгіретіп тастады. Ол қалтыраған қолдарымен көліктің есігін ашты. Көлік орнынан жұлына қозғалды. Іште Игорь отыр еді. Ол Катяға қарап та қоймады, тек алдына қарап темекісін бұрқыратып отырды. Катя терезеден қарап отырып, көліктің қала орталығынан алыстап, тас жолмен жүйткіп бара жатқанын көрді. Жол жиегіндегі ағаштар қараңғылыққа сіңіп, қорқынышты бейнелерге айналып бара жатқандай. «Біз қайда бара жатырмыз? Бұл жол көпірге апармайды ғой», деп айқайлап жіберді Катя. Игорь ақырын бұрылып, оған тесіле қарады. Оның көзқарасы ажалдың өзіндей суық еді. «Тыныш отыр, сұлуым. Күйеуің тым көп сөйлейді, ал сен соның құнын төлейтін боласың. Ол біздің ұсынысымыздан бас тартқанда, өзінің не жоғалтатынын ойлауы керек еді». Катяның зәресі ұшты. Ол алданғанын, үлкен тұзаққа түскенін енді ғана түсінді. Ол есікті ашуға тырысты, бірақ ол бұғатталған еді. Оның жүрегі баласы үшін, Алексей үшін алқымына тығылды. Ал бұл уақытта Алексей бөлімге оралып, телефонын қосты.
Оған Катядан ешқандай хабарлама келмеген еді. Ол Катяға қоңырау шалды, бірақ абонент қолжетімділік аймағынан тыс жерде деген жауапты естігенде, оның арқасынан мұздай тер шықты. Ол Игорь мен Пашаның кабинетіне атып кірді, бірақ ол жер бос еді. Алексейдің жүрегі соқ-соқ етіп кеудесін жарып жіберердей соқты. Ол бір сұмдықтың басталғанын, өзінің ең қымбат адамының қауіпті екенін жан дүниесімен сезінді. Ол сыртқа атып шығып, ескі көлігіне отырды да, газды барынша басты. Ол қайда бару керектігін білмесе де, түйсігі оны қаланың сыртындағы ескі өзен көпіріне қарай жетеледі. Қараңғылық орнап, боран басталып кетті. Алексейдің көлігінің шамдары алдындағы қою тұманды әрең тесіп өтіп жатты. Ол ішінен «Үлгерсем екен. Тек үлгерсем екен», деп қайталай берді. Бірақ тағдырдың Алексейге дайындап қойған сыйы тым ашы, тым қатыгез еді. Алексейдің ескі көлігі түнгі тас жолмен құйындатып келе жатты. Оның көз алдындағы жолда болғанымен, санасында тек бір ғана бейне, Катяның қорқыныштан үрейленген жанары тұрды. Ол өзін кінәлады. Неге мен оны жалғыз қалдырдым? Неге сол арамдардың сөзіне мән бермедім? Деген ойлар оның миын іштей жегідей жеп бара жатты. Ол газды соңына дейін басты, мотордың ыңырсыған дыбысы түнгі тыныштықты қақ айырып жатты. Ал бұл уақытта ескі, тастан қаланған биік көпірдің үстінде ажалдың лебі есіп тұр еді. Өзеннің астындағы қара суық ағыс күрілдеп, тастарға соғылып, айналаны ақ көбікке бөліп жатқан. Көпірдің қақ ортасында Игорь мен Пашаның көлігі тұрды. Катяны сыртқа сүйреп шығарғанда ол суық желден дірілдеп есеңгіреп қалған еді. Оның жұқа пальтосы мұздай желден қорғай алар емес. Игорь Катяның білегінен темірдей қатты ұстап, оны көпірдің жиегіне, төмендегі қарауытқан тұңғиыққа қарай итерді. Жіберіңіздер мені. Өтінемін. Менің кінәм не? Катяның дауысы жерге қосылып аянышты шықты. Ол қолымен ішін қорғаштап, бейкүнә сәби үшін жанын шырқыратып тұрды. Сенің кінәң жоқ, сұлуым, деді Игорь суық жымиып. Оның көздерінде ешқандай аяушылық нышаны байқалмайтын. Кінә күйеуіңде. Ол өзін тым әділ санады. Біздің жолымызға тұрды. Енді ол өз таңдауының бағасын көретін болады. Оған ең үлкен сабақ сенің қасіретің болмақ. Дәл осы сәтте алыстан автокөліктің жарығы көрінді. Алексейдің көлігі тежегішін шыңғыртып келіп көпірдің аузына тоқтады. Ол көліктен атып шығып, алдындағы көрініске қарап қатып қалды. Игорь Катяны көпірдің таянышына тақап, бір қолымен оның тамағынан алып тұр екен. Тоқтаңдар. Жіберіңіздер оны. Алексейдің дауысы гүрілдеп шықты. Ол қолын беліндегі тапаншасын апарды, бірақ Игорьдің суық күлкісі оны тоқтатты. Пыс етпе, опер, деп айқайлады Игорь. Қаруыңды таста. Егер тағы бір қадам бассаң, әйелің мына суық судың астына кетеді. Өзің білесің, мұндай биіктіктен аман қалу мүмкін емес, әсіресе оның жағдайында. Алексейдің тынысы тарылды. Ол Катяның жасқа толы көздерін көрді. Ол көздерде қорқынышта, қоштасуда, шексіз махаббат та бар еді. Алексей қолын көтеріп тапаншасын жерге ақырын тастады. Міне, тастадым. Тек оған тиіспеңдер. Маған не істесеңдер де мейлі, тек оны жіберіңіздер. Ол жүкті ғой, оның жазығы жоқ. Паша бұл кезде Алексейдің артынан келіп, оның қолын қайырып, темір кісен салып үлгерді. Игорь болса Катяға жақындап, оның құлағына сыбырлады. Көрдің бе, сенің батырың дәрменсіз. Ол сені құтқара алмайды. Алексей, қаш. Бұлар адам емес. Катя бар даусымен айқайлап жіберді. Игорь Катяны кенеттен қатты сілкіп жіберді. Ол Катяның соңғы үмітін сөндіргісі келгендей, оны көпірдің жиегіне шығарып қойды. Енді таңдау жаса, Леша. Не сен біздің айтқанымызды істеп, барлық айғақтарды жоясың, не қазір әйеліңмен қоштасасың. Бірақ біз саған сенбейміз. Сен тым адалсың. Ал адал адамдар біздің әлемде өмір сүрмеуі керек. Алексей Игорьге қарай ұмтылмақ болды, бірақ Паша оны басынан тапаншаның сабымен қатты ұрып жіберді. Алексей жерге құлады, басынан жылы қан аға бастады. Ол есеңгіреп жатып, Игорьдің Катяны қалай итеріп жібергенін көрді. Жоқ.
Алексейдің жан дауысы бүкіл өзен аңғарын жаңғыртты. Катяның соңғы «Алексей» деген айқайы желмен бірге ұшып кеткендей болды. Оның денесі қараңғылыққа сіңіп, төмендегі суға гүмбетіп түсті. Алексейдің жүрегі дәл сол сәтте екіге жарылғандай болды. Ол үшін әлем тоқтап қалды. Тек өзеннің суық гүрілі мен Игордың жиіркенішті күлкісі ғана құлағында қалды. «Іс бітті», деді Игор пашаға қарап. «Енді мынаны да жою керек. Оны көлігіне сал да жардан құлатып, өртеп жібер. Ешкім ештеңе білмеуі тиіс». Көпірден құлаған мұғалім мен мас күйінде апатқа ұшыраған опер, тамаша сценарий, солай емес пе? Алексей есін жоғалтып бара жатып, өзінің көлігіне қарай сүйреп бара жатқандарын сезді. Бірақ оның санасында кек пен ызаның соңғы ұшқыны лап ете қалды. Ол өлмейтінін білді. Ол бұл дүниеден кек алмай кетпейтініне серт берді. Қараңғы түнде көпір үстінде тек өшкен үмітпен басталған үлкен қасіреттің ізі ғана қалды. Суық жел Алексейдің қанын бетіне жағып, оны одан сайын қатыгез ете түскендей еді. Түннің қара түнегі қала сыртындағы жарқабақты жұтып қойғандай. Жаңбыр соңы қарлы боранға ұласып, аспан мен жердің арасын ақ түтек талайсыздық жауып тастады. Алексейдің ескі көлігі жар жиегінде қисайып тұр. Оның ішінде ес-түссіз жатқан Алексейдің маңдайынан аққан қан рөлге тамып, суық темірдің бетінде қатып бара жатты. Игор мен Паша көліктің қасында тұрып, соңғы қоштасу рәсімін жасап жатты. Паша көліктің багын тесіп, бензиннің жерге сауғалап ағуын бақылап тұрды. Жанар жағармайдың өткір иісі түнгі суық ауаны жарып жібергендей болды. «Ал, Леша», деді Игор темекісінің тұқылын жерге тастап, етігінің өкшесімен езіп жатып. «Сен жақсы опер едің, бірақ тым адал болдың. Ал бұл әлемде адалдық өліммен тең. Қош бол, достым. Саған Катяның қасынан орын дайындап қойдық». Паша қалтасынан зажигалкасын шығарып, отты тұтатты. Кішкентай ғана жалын түнгі боранда дірілдеп тұрса да, оның ішінде үлкен апаттың нышаны бар еді. Ол отты бензин жайылған жерге тастай салды. Бір сәтте лап еткен өрт көлікті орап алып, түнгі аспанды қызыл түске бояды. Содан соң екі жендет көлікті бар күшімен жардан төмен қарай итеріп жіберді. Көлік аударыла төңкеріле төменге құлап, жар астындағы тастарға соғылғанда қатты жарылыс болды. Отты шар аспанға көтеріліп, содан соң бәрі тынышталды. Тек жанып жатқан темірдің шытырлаған дыбысы мен боранның ұлығаны ғана қалды. Игор мен Паша жұмыстарының аяқталғанына сенімді болып, өз көліктеріне отырып, оқиға орнынан алыстап кетті. Олардың санасында Алексей де, оның әйелі де енді жоқ еді. Бірақ тағдырдың Алексейге деген өз жоспары бар болатын. Жарылыс сәтінде көліктің есігі ашылып кетіп, Алексей сыртқа ұшып түскен еді. Ол тастардың арасында жанып жатқан көліктен бірнеше метр жерде, ес-түссіз жатты. Суық қар оның бетіне тигенде, Алексейдің санасының бір түкпірінде өмір үшін күрес оянды. Ол көзін ашқанда көргені лаулап жатқан өз көлігі мен түнгі аспандағы қап-қара түтін болды. Денесінің әрбір талшығы сыздап, сүйектері сырқырап ауырса да, ол орнынан тұруға тырысты. Бірақ есіне көпір үстіндегі көрініс түскенде, оның жүрегі физикалық аурудан да бетер жаншылды. Катя. Оның есімі Алексейдің ернінде ыстық жас болып қалды. Ол еңбектеп барып, жар астындағы өзен жиегіне жетті. Суық суға қолын малып, бетін жуды. Судың мұздайлығы оның бойындағы соңғы сезімдерді өшіріп, орнына тек бір ғана нәрсені қалдырды. Кек. Бұл жай ғана ашу емес, бұл суық, есептелген және шексіз кек еді. Алексей сол сәтте өзінің бұрынғы өмірінің күлге айналғанын түсінді. Ол үшін енді заңда, ережеде, аяушылықта жоқ. Ол ресми түрде өлі деп саналады, демек, енді оның қолы бос. Ол көлеңкеге айналды. Алексей өзен жағасындағы қалың бұталардың арасымен, жаралы қасқырдай ыңырсып, алға жылжыды. Оның мақсаты қалаға жету емес, оның мақсаты жоғалу. Ол өзінің тірі екенін ешкімнің білмеуін қамтамасыз етуі керек. Ол ескі балықшылар үйшігіне жетіп, сонда тығылды. Қалтасындағы сіріңкемен кішкене от тұтатып, жараларын таңып, есін жинады. Ол отқа қарап отырып, Игор мен Пашаның бет бейнесін санасында қайта жаңғыртты. Олардың күлкісі, олардың әрбір сөзі Алексейдің жүрегіндегі кек отын лаулата түсті.
Сендер мені өртке орадыңдар, бірақ мен сол өрттен қайта тудым деп сыбырлады ол. Алексей сол түні өзіне серт берді. Ол тек өлтіріп қана қоймайды, ол оларды өздері істеген істеріне мың қайтара өкіндіретін болады. Ол олардың өмірін тозаққа айналдырады. Ол заңның құлы емес, енді ол төреші. Таң атып келе жатқанда боран басылды. Алексей балықшылар үйшігінен шығып, алыстағы қаланың шамдарына қарады. Ол қала енді оған бөтен. Бірақ ол жақта оны ажал күтіп тұрған жоқ, ол жаққа ажалдың өзі келе жатыр. Алексейдің өлімінен кейін бір ай өтті. Қалалық полиция басқармасының есептерінде аға жедел уәкіл Алексей Смирнов мас күйінде рульге ие бола алмай, жардан құлап, өртеніп кетті деген суық сөйлем пайда болды. Оны ешкім іздемеді. Тек Катяның мектептегі бос қалған үстелі мен Алексейдің кабинетіндегі жиналған заттары ғана олардан қалған жалғыз белгі еді. Игорь мен Паша жеңістерін қымбат мейрамханаларда жуып, Алексейдің істерін мұрағатқа өткізіп, өздерінің арам бизнес империясын одан ары кеңейте түсті. Бірақ олар қаланың шетіндегі қараусыз қалған гараждардың бірінде жаңа бір күштің пісіп жетілгенін білмеді. Гараждың іші суық әрі қараңғы. Тек үстел үстіндегі жалғыз шам ғана Алексейдің жүдеген, бірақ болаттай қатайған жүзін жарықтандырып тұр. Оның маңдайындағы тыртық ажалмен бетпе-бет келгенін үнемі есіне салып тұрғандай. Ол осы бір ай ішінде өзін толықтай өзгертті. Сақалы өсіп көздерінен адамдық мейірім жоғалып, орнына жыртқыштың суық ұшқыны ұялаған. Алексейдің алдында үлкен карта жатыр. Онда Игорь мен Пашаның күнделікті жүретін жолдары, олардың кездесетін адамдары, тіпті қай сағатта қай жерде тамақтанатынына дейін мұқият сызылған. Ол өзінің ескі таныстары, көшедегі ақпарат берушілері арқылы, олар Алексейді баяғыда өліге санағандықтан, еш күдіктенбестен ақпарат берді, жауларының әрбір қадамын зерттеді. Олар еркін тыныстап жүр деп сыбырлады Алексей, қолындағы Игорьдің суретіне қарап. Олар бәрі бітті деп ойлайды. Бірақ нағыз тозақ енді басталады. Ол үстел астынан ауыр темір жәшікті шығарды. Ішінде қызметте жүргенде тәркіленген, бірақ есепке алынбаған бірнеше тапанша, қолдан жасалған жарылғыш заттар мен аңшылық пышақтар бар еді. Алексей әрбір қаруды мұқият тазалап, майлап оқтады. Оның қимылдарында ешқандай асығыстық жоқ, тек суық есеп қана бар. Кенет ол Катяның кішкентай суретін қалтасынан шығарды. Суреттің шеті күйген, бірақ ондағы Катяның күлімдеген бейнесі әлі де анық еді. Алексейдің саусақтары дірілдеп кетті. Кешір мені, Катя. Мен сені қорғай алмадым. Бірақ мен оларды жер бастырмаймын. Олар өлімді армандайтындай болады деп серт берді ол. Алексейдің алғашқы қадамы Игорь мен Пашаның жүйкесіне соққы беру еді. Ол оларды бірден өлтіргісі келмеді. Жоқ, бұл тым оңай болар еді. Ол оларды алдымен қорқыныш тұңғиығына батырып, содан соң барып жазасын бермек. Сол түні Игорь өзінің жаңа пәтеріне келгенде, есігінің тұтқасына қыстырылған кішкентай конвертті көрді. Ішін ашқанда оның түсі қуарып кетті. Конверттің ішінде сол бір қаралы түні көпір үстінде Катяның шашынан түскен кішкентай шаш қыстырғыш, заколка, жатыр еді. Игорь оны Катяны суға itергенде жерге түсіп қалғанын көрген, бірақ мән бермеген болатын. Игорь жан-жағына қарады. Коридорда ешкім жоқ. Тек шамдардың бірі жыпылықтап, суық жел ескендей болды. Оның жүрегіне алғашқы үрей кірді. Бұл мүмкін емес. Ол өлді ғой. Мен өз көзіммен көрдім. Деп күбірледі ол, қолындағы металл қыстырғышты қатты қысып. Дәл осы сәтте қаланың екінші шетінде Пашаның көлігінің алдыңғы әйнегіне қанмен жазылғандай қызыл бояумен кек деген сөз пайда болды. Паша ашуланып, мұны бұзақылардың ісі деп ойлағанымен, ішкі түйсігі оған басқаны айтып тұрды. Алексей гараждың төбесіне шығып, түнгі қалаға қарады. Боран қайта басталғандай. Ол қараңғылықтың ішіне еніп, жауларының соңынан ере түсті. Аң басталды. Қаланың үстін қара қою бұлттар қайта басты. Игорь мен Пашаның өміріндегі баяғы мамыражай күндер келмеске кеткендей. Соңғы бірнеше күн ішінде орын алған түсініксіз оқиғалар олардың жүйкесін жұқартты. Олар Алексейдің өлгеніне сенімді болса да, Катяның шаш қыстырғышы мен көліктегі қанды жазу олардың санасында суық күдік ұялатты. Игорь кабинетінде отырып, алдындағы коньяк стаканын бір демде сіміріп салды.
Оның қолдары дірілдеп бара жатты. Дәл осы сәтте Паша есікті жұлқып ашып кірді. Оның жүзінде де соққы алған адамның белгілері бар еді. «Игорь, бұл не мазақ?» деп айқайлады Паша, үстелді қолымен қойып қалып. «Менің көлігімнің дөңгелегін біреу әдейі жарып кетіпті. Және менің поштамнан Катяның мектептегі суреті шықты. Беті тілінген. Бұл кімнің ісі? Алексей тірі болуы мүмкін бе?» Игорь басын көтеріп Пашаға суық қарады. Оның көздерінде кек емес, жабайы қорқыныш бар еді. «Ол тірі болуы мүмкін емес, Паша. Мен оның көлігінің қалай жарылғанын, қалай жардан құлағанын өз көзіммен көрдім. Ол жерден ешкім аман шықпайды. Бұл біздің жолымызды кескісі келетін басқа біреулер. Бәлкім бөлімдегі біреулер біздің істерімізді біліп қойған болар». Паша орнына отырып, басын ұстады. Егер ол біреу болса, неге дәл Катя мен Алексейге қатысты заттарды қолданады? Бұл тек біз білетін құпия емес пе? Дәл осы сәтте Игорьдің телефонына беймәлім нөмірден хабарлама келді. Хабарламада тек бір аудиофайл бар екен. Игорь оны қалтыраған саусақтарымен қосты. Телефоннан Катяның күлген дауысы мен Алексейдің оған еркелетіп айтқан сөздері естілді. Бұл олардың бір кездегі бақытты сәттерінде жазылған аудиожазба еді. Соңында Алексейдің қазіргі, қарлыққан әрі суық дауысы шықты. «Мен сендерді күтіп жүрмін. Түнде. Ескі көпірде». Паша мен Игорь бір-біріне үнсіз қарап қалды. Бөлме іші кенеттен суып кеткендей болды. Олардың арам жүректеріне өлімнің лебі тигендей еді. Бұл Алексей деп сыбырлады Паша, орнынан атып тұрып. «Ол тірі. Ол бізді аңдып жүр. Жағыңды қарыс», деп ақырды Игорь. «Егер ол тірі болса, біз оны екінші рет өлтіреміз. Бұл жолы қателеспеуіміз керек. Паша, қаруыңды ал. Біз бүгін түнде сол көпірге барамыз. Егер ол тірі болса, оның басын өзім жұлып аламын». Олар Алексейдің бұл шақыруының үлкен тұзақ екенін сезсе де, қорқыныш пен ашу оларды алға жетеледі. Олар Алексейді өлтірмейінше тыныш өмір сүрмейтіндерін түсінді. Түн ортасы ауғанда Игорь мен Паша қаруларын оқтап ескі көпірге қарай бет алды. Қала сыртындағы бұл жер қазір мүлдем қаңырап бос жатыр. Тек өзеннің гүрілі мен суық желдің ысқырығы ғана естіледі. Олар көліктерін көпірдің шетіне қалдырып, жаяу ілгері жылжыды. Көпірдің қақ ортасында, қараңғылықтың ішінде бір адамның сұлбасы көрінді. Ол ұзын күртеше киген, басына капюшон киіп алған. Ол қозғалмай төмендегі ағып жатқан қара суға қарап тұр екен. «Смирнов!» деп айқайлады Игорь тапаншасын кезеп. «Сен бе, ит? Бері бұрыл». Сұлба баяу ғана бұрылды. Капюшонның астынан Алексейдің тыртық басқан, суық жүзі көрінді. Бірақ оның жүзінде ашу емес, аяусыз, өлі тыныштық бар еді. «Келдіңдер ме?» деді Алексей, дауысы желмен жарыса шығып. «Катя сендерді баяғыда күтіп жатыр. Ол өте суық жерде. Сендерге де сондай орын дайындап қойдым». Паша шыдай алмай оқ жаудыра бастады. Бірақ Алексей бір сәтте көпірдің жиегінен төмен қарай секіріп кеткендей болды. Игорь мен Паша жүгіріп барып төмен қарады, бірақ ол жерде ешкім жоқ еді. Тек көпірдің астынан Алексейдің күлкісі мен алыстан естілген темірдің сықырлаған дыбысы шықты. Кенет көпірдің екінші жағында жарылыс болды. Игорь мен Пашаның көлігі лап етіп өртене бастады. Олардың жалғыз қашу жолы жабылды. «Ойын басталды», деді Алексейдің дауысы көпірдің динамиктерінен, дауыс зорайтқыштарынан жаңғырып. «Сендер бүгін өлмейсіңдер. Сендер бүгін тек қорқыныштың не екенін білесіңдер. Мен сендерді бір-бірлеп аламын». Игорь мен Паша қараңғы көпірде жалғыз қалды. Олардың айналасында тек өлім мен өртенген көліктің иісі ғана бар еді. Алексей көлеңкеге сіңіп, оларды тағы бір түн бойы үрейде қалдырды. Ол олардың ерік жігерін біртіндеп құртқысы келді. Көпірдегі жарылыстан кейін Игорь мен Пашаның ес ақылы кіресілі шығасылы болды. Олар өртеніп жатқан көліктерінен алыстап, тас жолдың бойымен қалаға қарай жаяу қашты. Түн ортасы, айнала тас қараңғы, тек соңдарынан қалмай еріп келе жатқан суық жел ғана Алексейдің сыбырын құлақтарына жеткізіп жатқандай.
Келесі күні таңертең екеуі де жұмысқа келмеді. Олар Игордың қала сыртындағы жасырын саяжайына тығылды. Бұл жерді Алексей білмейді деп үміттенді. Бірақ Алексей бәрін білетін. Ол тек күшпен емес, психологиялық соққымен әрекет етуді жөн көрді. Игор бөлме ішінде ары-бері жүріп тыным таппады. Ол Пашаға күдікпен қарай бастады. Тыңда, Паша. Алексей қалайша біздің әрбір қадамымызды біліп отыр. Көпірге баратынымызды ол қайдан білді? Игордың дауысы қарлығып шықты. Мүмкін, сен оған хабарласып жүрген шығарсың. Мүмкін, сен өз теріңді сақтап қалу үшін мені сатпақсың ба? Паша орнынан атып тұрды. Оның да жүйкесі сыр бере бастаған еді. Сен не айтып тұрсың, Игор? Мен сенімен бірге сол көпірде өле жаздадым. Алексей мені де өлтірмекші болды. Егер сатқын іздесең, өзіңе қара. Сен онымен бір кабинетте отырдың, сен оның әлсіз тұстарын жақсы білдің. Мүмкін, бұл сенің ойының шығар. Дәл осы сәтте саяжайдың терезесіне бір нәрсе сарт етіп тиді. Екеуі де селк ете қалды. Игор тапаншасын алып терезеге жақындады. Жерде кішкентай диктофон жатыр екен. Ол оны алып қосу түймесін басты. Диктофоннан Пашаның дауысы шықты. Бірақ бұл ескі жазба емес, кешегі көпірдегі оқиғадан кейінгі сәт еді. Жазбада Пашаның беймәлім біреумен сөйлескені естіледі. Иә, ол осында. Мен оны көпірге алып келдім. Бәрі жоспар бойынша. Игор ештеңе сезген жоқ. Оны құртсаң болды, мені жайма қалдыр. Игор бұл сөздерді естігенде көздері қанға толды. Ол жазбаның Алексей тарапынан қолдан жасалғанын, нейрожелі немесе монтаж арқылы ойлауға мұршасы болмады. Оның бойын жабайы ыза кернеді. Демек, солай екен ғой. Сен мені құрбандыққа шалмақсың ба, арамза? Игор тапаншасын Пашаның маңдайына тақады. Бұл өтірік. Игор, бұл мен емес. Мен ешкіммен сөйлескен жоқпын. Паша шегіне берді, оның жүзінде шынайы үрей бар еді. Алексей бізді бір-бірімізге айдап салып жатыр. Түсінсеңші. Бірақ Игор енді ештеңе тыңдағысы келмеді. Ол шүрпені басуға дайын тұрды. Осы сәтте үйдің жарығы сөніп қалды. Қараңғылықта тек екеуінің демі мен сырттағы боранның гуілі ғана қалды. Кенет үйдің төбесінен Алексейдің суық дауысы естілді. Қандай тамаша көрініс. Екі дос бір-бірінің қанын жүктемекші. Игор, Паша сені баяғыда сатқан. Ол сенің барлық қылмыстарыңды прокуратураға өткізіп қойды. Ал Паша, Игор сенің әйелің мен балаларыңды ертең жоқ қылмақшы. Сендерде таңдау жоқ. Тек біреулерің ғана тірі қаласыңдар. Бұл сөздер соңғы тамшы болды. Паша да тапаншасын суырып алды. Қараңғы бөлмеде оқ атылды. Бір емес, бірнеше рет. Айқай, темірдің сыңғыры және біреудің ауыр құлаған дыбысы естілді. Бірнеше минуттан соң жарық қайта жанды. Игор иығынан жараланған, қабырғаға сүйеніп отыр. Ал Паша жерде қан жоса болып жатыр, оның көздері ашық күйі қатып қалған. Игор жеңдім деп ойлады, бірақ бұл жеңіс емес еді. Алексей есікті ақырын ашып, бөлмеге кірді. Оның қолында ешқандай қару жоқ, тек суық жанары Игордың жанын түршіктірді. Жарайсың, Игор. Сен өз досыңды өлтірдің, деді Алексей, Пашаның денесіне бір қарап. Енді сенде ешкім қалмады. Жалғыздық, өлімнен де бетер азап. Бірақ сенің саяхатың әлі аяқталған жоқ. Мен саған ең суық, ең соңғы пәтеріңді дайындап қойдым. Алексей Игордың басына қап кигізіп, оны сүйреп алып кетті. Игор ес-түссіз күйге енді. Нағы жазаның сағаты соқты. Игор есін жинағанда айнала тас қараңғы еді. Оның денесі мұздай темірге тиіп, сүйегінен өтетін суықтан қалтырап жатты. Ол қозғалмақ болып еді, бірақ қол-аяғы шынжырмен мықтап байланғанын сезді. Ауа жетпей жатқандай кеңістік тым тар. Кенет алыстан бір жарық жылт етті де, Алексейдің дауысы жаңғырып шықты. Бұл дауыс құбырдың ішінде бірнеше рет қайталанып құлақты жарып барады. Ояндың ба, Игор? Сен қазір қаланың шетіндегі ескі жылу магистралінің астындасың. Бұл жер қараусыз қалған бетон құбыр. Мұнда ешкім келмейді, ешкім сенің айқайыңды естімейді.
Алексей қолшаммен Игорьдің жүзіне жарық түсірді. Игорьдің көздері қорқыныштан атылып кете жаздады. Оның айналасы бетон мен темір. Ол тірідей қабырғаға қаланғандай еді. Алексей, өтінемін. Мені өлтіре сал. Бірақ бұлай емес. Игорьдің дауысы жалынышты шықты. Мен саған ақша беремін, бәрін беремін. Пашаны мен емес, сен өлтірттің ғой. Алексей құбырдың аузына жақындап, қолына кірпіш пен цемент ерітіндісін алды. Оның әрбір қимылы баяу әрі нық еді. Ақша ма? Сол ақша Катяны қайтара ма? Оның ішіндегі менің туылмаған ұлымды тірілтеме? Алексейдің даусында ешқандай сезім қалмаған, тек өлі тыныштық. Сен оны көпірден itергенде, ол да дәл осылай қорыққан. Оған да суық болған. Сен оған аяушылық танытпадың, Игорь. Алексей алғашқы кірпішті қалады. Бұл кірпіш Катя үшін. Екінші кірпішті қойды. Бұл менің балам үшін. Үшіншісі. Бұл менің өртенген өмірім үшін. Игорь жын ұрғандай жұлқына бастады, бірақ шынжырлар оның етін тіліп жібермеді. Ол айқайлады, қарғады, сосын жылады. Бірақ Алексей тоқтаған жоқ. Ол құбырдың жалғыз шығар аузын біртіндеп бекіте берді. Ең қызығы не екенін білесің бе, Игорь? Алексей соңғы кірпішті қояр алдында тоқтап, саңлаудан оған қарады. Бұл құбырдың үстінен су өтеді. Қыс кезінде бұл жер мұз болып қатады. Сен соңғы деміңді алғанда сенің айналаңда тек мұздай бетон мен өзіңнің сатқындығың ғана қалады. Сені ешкім таппайды. Сен осы жерде мәңгілікке қаласың. Жоқ. Алексей, тоқта. Игорьдің соңғы айқайы құбырдың ішінде тұншығып қалды. Алексей соңғы кірпішті қойып тесікті толықтай бекітті. Сосын сыртынан цементпен сылап тегістеп тастады. Енді бұл жай ғана бетон қабырға болып көрінетін. Алексей құралын жинап орнынан тұрды. Ол Игорьдің қабырғаны ұрғылаған әлсіз дыбысын естіді, бірақ жүрегінде ештеңе селт етпеді. Оның ішіндегі кек оты басылғандай болды, бірақ орнына ештеңе келмеді. Тек шексіз бостық. Алексей жер астынан шығып, сыртқа беттеді. Далада қатты боран соғып тұр екен. Ол көлікке отырып, қаланың екінші шетіндегі зиратқа қарай тартты. Оның орындайтын соңғы бір ісі қалған еді. Қаланың шетіндегі ескі зиратты қалың қар басып қалған. Айнала тып-тыныш, тек ағаш бұтақтарының суық желден сықырлаған дыбысымен алыстан естілген қасқырдың ұлығаны ғана түннің тыныштығын бұзады. Алексей ауыр қадамдармен қар кешіп келе жатты. Оның үстіндегі күртешесі жұқа болса да, ол суықты сезер емес. Оның ішіндегі мұз сырттағы аяздан да бетер суық еді. Ол таныс төбешіктің қасына келіп тоқтады. Қар астынан Катяның есімі жазылған қарапайым ғана құлпытас көрінеді. Оның қасында әлі бояуы кеппегендей көрінетін кішкентай ғана балалар бесігінің суреті қашалған еді. Алексей тізерлеп отыра кетті. Оның қолдары дірілдеп, Катяның есімін сипады. Міне келдім, деді ол, дауысы дірілдеп. Мен бәрін аяқтадым, Катя. Олар енді ешкімге зиян тигізбейді. Игорь өзінің мұзды сарайында, ал Паша баяғыда қара жердің астында. Бірақ неге жүрегім әлі де ауырады? Неге кек алу маған сені қайтарып бермеді? Ол басын құлпытасқа сүйеп, еңкілдеп жылап жіберді. Бұл қатал опердің емес, бәрінен айырылған, жаны жаралы адамның соңғы жанайқайы еді. Ол осы айлар бойы кектің күшімен ғана тірі жүргенін, енді сол мақсатына жеткенде, өзінің де іштей өліп қалғанын түсінді. Алексей Смирнов атты адам баяғыда сол өртенген көлікпен бірге күлге айналған еді. Қазір мұнда тек кек алған елес қана тұр. Алексей қалтасынан кішкентай балалар ойыншығын, резеңкеден жасалған кішкентай қоянды шығарды. Оны Катя екеуі болашақ сәбилеріне арнап ең алғаш сатып алған болатын. Ол ойыншықты қардың үстіне, Катяның қабіріне ақырын қойды. Кешір мені. Сені қорғай алмағаным үшін. Баламды көре алмағаным үшін. Енді біз бірге боламыз деп сыбырлады ол. Алексей орнынан тұрды. Оның көздеріндегі кек оты толықтай сөніп, орнына мәңгілік тыныштық келгендей. Ол зираттың қақпасына қарай бет алды, бірақ артына бірде бір рет бұрылып қарамады.
Ол өзінің соңғы ісін орындады. Алексей көлігіне отырып, қаланың жарық шамдарынан алыстап, шексіздікке қарай тартты. Оның қайда кеткенін, не істегенін ешкім білмеді. Бірнеше күннен соң оның ескі көлігін қала шетіндегі жардың басынан тауып алды. Көлік бос еді. Тек ішінде Алексейдің полициялық куәлігімен мен бәрін кешірдім, бірақ ештеңені ұмытқан жоқпын деген жазуы бар қағаз ғана қалған. Кейбіреулер оны өзенге секіріп кетті десе, кейбіреулер оны басқа қалаға кетіп, есімін өзгертіп, жалғыздықта өмір сүріп жатыр деседі. Бірақ бір нәрсе анық. Сол сұр қалада кек пен махаббат туралы бұл хикая мәңгілікке аңыз болып қалды. Ал Игорь қаланған бетон құбырдың үстінен қыс бойы мұздай су ағып, оның қылмысы мен ажалын мәңгілікке жасырып жатты.